Ассалаумағалейкум. Жұбаныш жайында неге ештеңе айтпайсыз дейді. Адамды 15 суткіге қамағанмен әнді қамай алмайсыңдар. Жүке, Жұбаныш, мынау бүркіт деген құс бар ғой. Соның арқасында ешбір құс қона алмайды екен, тек қана қарға қонылады екен. Қарға қонады екен де бүркіттің желкесінен шоқи бастайды екен. Бүркіт алыспайды, жұлқыланбайды. Тек қана биікке қарай ұша береді екен, ұша береді екен, ұша береді екен. Қарға оны шоқи береді, бүркіт биікке қарай ұша береді. Ең биікке ұшқанда ауа жоқ жерге барған кезде қарға өзінен өзі талып қойды екен. Сондықтан да бауырым, неғұрлым биікке қарай ұша бер. Қарғалар өздері талып қойды. Ештеңе етпейді. Ары кетсе ұйқыңды бір қандырарсың. Аман бол, бауырым. Так вот, в общем, хотела продолжить тему по поводу нашего коллеги, артиста Жұбаныша Жексенұлы, который вчера попал, или на днях попал в неприятную ситуацию. Я хотела бы немножко пояснить, да, ему дали 15 или 20 суток. И странно, почему не дали тому человеку, который вот так вот беспардонно, без разрешения включает камеру и снимает. Я вообще хотела бы высказаться за всех артистов, за всех известных людей. Люди немного не понимают, да, что подходить беспардонно, снимать человека, который точно так же, как и вы, находится, я не знаю, в ресторане, на вокзале, в аэропорту, где угодно, что никто не имеет права вообще нарушать вот эту личную территорию, потому что это такой же человек. Просто переверните, да, монетку и, ну, представьте, что какой-то человек беспардонно подходит к вам, где бы вы ни находились, и начинает снимать камеру и говорит: а можно с вами сфотографироваться? А можно вот я присяду? А можно с вами поговорить? А можно кое-что вам, кое о чем у вас спросить? Просто переверните вот эту пластиночку, да, и, ну, ощутите, каково это человеку, который просто сидит, например, и ест, да, или общается с детьми, или у него вообще нет настроения, или он устал. И, возможно, Жұбаныш, наверное, после бессонной ночи, потому что у артиста бывает, что они, там, я не знаю, с Павлодара едут на самолет, там, 400 километров, да, и он мог просто устать. И вот такая реакция, она может быть у любого человека, да, ну, а если это артист, то, конечно, все это разлетается по всем городам и весям. Поэтому я хотела бы сказать, что артист не всегда хочет фотографироваться, артист не всегда хочет общаться, артист не всегда хочет... Кто я? Ага, кто я? Естіңіздер ма? Естіңіздер ма? Естіңіздер ма? Қашқатсыз, мен сізге милиция шақырып отырмын. Қалай оттап, қарындасыма сен бірінші оттап тұрсың ғой. Қарындасым сен оттап тұрсың ғой бірінші. Мен не оттадым сізге? Сен, мына біреулер әншілер, мәншілер деп сен оттадың ғой. Қойыңыз, бәле жаппаңыз. Ал айтыңызшы енді, не жіберме деп жатсыз? Қан айтсаңызшы, похуй маған деп жатқаныңыз. Камера осы, күлдір-мүлдір қозастыр. Сияқты адамдар сөйтіп төлегеннен кейін қалғандарыңыз. Қарындасым ғой, мен емес ғой. Идем утром. Темек тартып тұрамыз деймін. Осы жерде құстап темек тартып тұрамыз деймін. Идем утром. Темек тартып тұрамыз деймін. Осы жерде құстап темек тартып тұрамыз деймін. Тишина да болды. А вы разрешение спросили? Нет. Я вам не даю разрешение. Вы мне дали разрешение? Я вам не даю. Я вам не даю разрешение. Дауыстап айтсаңызшы сөзді. Дауыстап шығарсаңыз, ән айтқанда дауысым шығады, дауыстап айтсаңызшы.
Сүмелеге келдің да? Иә. Сол. Қайсыз? Мен де сүмелекті көп тұрсаң, сіз де сүмелек сол, значит. Ал айтыңызшы енді, не жей берме деп жатсыз? Қазір айтсаңызшы, похуй маған деп жатқаныңызды. Камера осы, күлдір-мүлдір қозасыздар. Соңғы кездердегі осы елімізде болып жатқан ауыр қиын жағдайларға байланысты туралы менің ойым, мысалы қаншама елдің үйін су алып, қаншама шаңырақ үйсіз қалып жатыр, қаншама отбасы. Одан да басқа көптеген қиын жағдайлар болып жатыр қазір елде. Соның барлығы сол, мен ойлаймын, ол бір-біріміздің көңілімізді қалдыру, адамдар бір-бірінің көңілін қалдыру, ренжіту, пейілдің тарылып, пиғылдың жаман болуы, соның барлығы менің ойымша осындай үлкен, менің ойымша емес, мен солай естіген, осындай табиғи апаттарға әкеледі. Біз тезірек сол пиғылымызды түзеп, мінезімізді түзеп, сөзімізді, ойымызды, көзқарасымызды түзеп, іс-әрекеттерімізді түзеп, сол елдің басына музыка тыңдайтындай, аспанымызда ән қалықтайтындай жағдайға тезірек жетсе екен деп тілеймін. Құдай бізге сабыр берсін, жеңілдік берсін, аман болайық. 5-6 жыл қарсы болғанда қоймай, енді айттық қой, енді басқа біз табылмай қалды ма қазақ деген сияқты әңгімелер болды ғой әрине. Біз өзі қазақ ортада ауылда өскен адамдармыз. Содан кейін уже қоймаған соң баламмен дұрыстап сөйлесіп, саған солай комфорт ма? Иә деді. Шашының светі басқа болған үшін ол кінәлі ма деген сияқты әңгімелер болмай. Ол әрине біздің қазақтың да қыздары ақылды көп. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді ғой. Махаббат тақырыбын айтып отырмын. Сондықтан 1000 қазақтың қызына татитын бір итальянның қызы бар. 1000 итальянның қызына татитын бір қазақ қызы бар. Сондықтан таңдау солай болса, оған біз қалай келіспейміз. Өмір бойы сол сүйгеніне қосыла алмай, өтірік үйленіп, соның зардабын шегіп жүрген қандай ата-ана тілейді өзінің баласына.